Бұлардың үйден шығуы деген 20 ғасыр ғой, 20 деп андай теңеп айтамайды. Ал біз жолға шықтық. Ой, салмасы өке. Тараз, Түркістан, Қызылорда және Қазалы. Жол болсын деген шапке бізге. Болсын әрине. Жақсы. Ау, біз жақсы адамбыз. Түрімізге қарасаң, примерно бір демалуға кетіп баратқан сияқтымыз ғой бір. Турцияға ма, бір жерге ше? Дубайға ма? Сол бару керек еді. Биыл вообще демалатын уақыт болмай жатыр. Ал бізде іс-сапар, жұмыспен. Алыс түзу жолдармен. Апыш? Авион бітіріп, ауылына қайтып баратқан браттар. Чадым қайғасы. Күн деген жаны. Жолдың алдында кішкене жүрек жалғап алайын деп жатырық. Үйге барғаннан кейін бірақ маманың қуырдағы мантысы. Мама қуырдағы ма? Үйде қуырдақ барады. Бәрекелді. Құдай қаласа Шымкент қаласында родной бургер ашылады августтың 11 күні. Осы кісі Шымкентке жауап береді. Есінші. Құдай. Шымкенттен Не деп отыр? ауыстырамыз партнер. Шымкенттегі цех мощный негізі ше. Содан кейін Басқа бір жігіттер аламыз деп отырады франшиза. Осыдан бір жыл бұрын қазақша тур деп машиналарға наклейка жабыстырып күшті бір трип жасап едік. Енді бұл жолы да сол сияқты мини-трип, бірақ та андай скромно. Трип дейсің ба? Не ол трип деген? Ол типа путешествие деген сөз ғой. Путешествие. В общем, достар, біз дәл қазір қазақша трипке. Енді бұл жол Түркістан, Қызылорда, Қазалыға маки-макидің открытиесіне. Ал басты себептеріміздің бірі ол мешіттің ашылуы. 16 жігіт бұрып шығып бара жатырмыз да, достарымның барлығы. Мешіт ашып жатсын осындай сәтте қолдау керек деп барлығы жұмыстарын тастап шығып келе жатыр. Айтырсың ба, рахмет. Міне 4-ші машинамыз келе жатыр. Жол болсын дейін басқа үй. Құлтанып тұрып күндей күн. Бізде по традиции Тарғаптың көжесі. Ераға, наяқтың очердін айтам да Тарғаптың. Родной бургердің очерд сияқты екен, Бәрі өлдір ал. Шүкір. Алла тағала береке берем десе беріп қойды қара. Қара қарап тұрсаң, трассада тұр ғой, трассада. Кезінде Тарғаптың көжесіне реклама жасап едім ғой. Мен реклама жасаған нәрселерім өшті өтіп кете беретін күшті да. Балуан. Шүкір. Аяқта, короче, бір қызық ситуация отыр. Кезінде осында 5 жыл алдым да примерно. Студент кезде ғой? Мен примерно 1-ші курста оқимын. Сен сол кезде уәде бергеннен қандай деп. Есімнен шықпайды, короче, сол кезде көтеріліп кетсем деп. Роллтон жеп жүрген кездерім осы кезде. Бақытжан деген родной осыдан 5 жыл бұрын мегацентрдің алдынан 570-пен бізді үйге апарып тастады, үйге апарып тұрған. Сол кезде айтқам, көтеріліп кетсем бе сен ұмытпаймын деп. Көтеріліп кеттің, бірақ ұмытқан жоқпын родной. Жүр самсап берейін. Жоқ. Сіздермен құшақтасып амансыз? Тарғапты ешті амансыз? Қалайсыздар, жақсы амансыз. Роднойлар, балдарың қалай, жақсы ма? Сендерді сағындық. Кемей қалдыңдар ғой, көже іштің бе? Кемей қалдым, нақты бір роднойлар ғой? Роднойлар ма? Сіз айтпашы, келем дедіңіз, қайға жоқ бүгінсіз? Қайда келем? Родной бургерге. Келеміз барамыз. Осы бір демалған кезде қыздарымды алып барам. Құтты болсын. Көріп жатыр мен бірақ. Лайк басып көріп, ой, күшті. Мама, көже беріп жіберетінсіз бар еді ғой? Беріп жібереміз. Қалсын деп. Беріп жібереміз. Неге бермеймін? Мен бермеймін ба немен? Анаңыз келді сіздің дейді, мен іштен шықсам. Кім інім деп жатырмын ғой, сөйтсем Қадырбаев дейді ғой. Қалада родной бургер мен. Тәтеме ақша берейін десем алмайым дейді. Болды онда, сіздер родной бургер келгенде мен де осылай беріп жүрмін. Әпкесі інісіне ұнамайды ғой ақша. Марго екеуміздің мамаларымызға бір-бірден әпкем салып жіберді. Мамаңа дұға сәлем айт. Ой, рахмет. Ас болсын, бізге келіп тұрсын. Әлдилі қаяла өсірген жемісі мал жел саябақ құшағымен өшір. Төрге бір-бірін сыйлап, сен отыр деп. Ерақайын сен Ақтөбеденсің, бір жағынан жасын үлкен деп ешкім тыңдамаса төлейміз. Ал үйге келдік, мәз болып отырмыз. Наяқта әпкелерім қатты дайындалып, кеше бізден бір күн бұрын ерте келіп алып. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Ой, бәрекелді.
айкүш мыяқта папам мамам тамақ дайындап жатыр. О, манты қуырдақ. Бешбармақ. Жандар, құдай бере салғандар. Саған бірінші рет таразға келді. Қалғанда енді бұған. Өткенде арбузбен біраз контент жасап едік. Ол кезде бірақ аппақ болып қалып дәмі жоқ еді. Аяқта енді елеге действительно мощный ма тараздікі? İyisi de demi de ұрып тұр. Жоқ, не болды? Кіммен сөйлесіп жатыр еді? Ей, қызым айдаман.